Үшінші лайфхак. Проценттерін тиімді шығару жолдары. Мен каналыма тіркеліп алыңыздар, мен есептердің неше түрлі шешудің тиімді жолдарын сіздерге үйретіп отырмын. Бүгінгі есебіміз былай екен. Тауардың бағасы алдымен 10%-ге қымбаттап, кейін тағы 20%-ге қымбаттап, тауардың бағасы қанша процентке қымбаттады дейді. Енді бұл жерде көп адам қателесетіні, бізде 30% деп беріледі. 30% болған жоқ бұл. Енді бұны қалай шығарамыз деген сұрақ. Бұл жалпы сіздерге ең тиімді жолы, бұл жерде тауардың бағасын біз 100 теңге деп алайық. Өйткені 100 теңге 100%-ға келеді. Яғни тауардың бағасы бізде 100 теңге болсын. Яғни 10%-ке қымбаттайтын болса, ол 110. Ал 110 дегеніміз ондық бөлшектерінде 1,1 деген сөз ол. Яғни ол қымбаттайтын болса, ол 110 теңге болып қалды. Немесе былай болу керек, жалпы 10% қымбаттайтын болса, 110 деп ала беру керек. Ол да бола береді. Енді тауардың бағасы бірінші 110 теңге болды. Ол 110 теңге тағы да қымбаттайды деді. 110 теңге тағы да 20%-ге қымбаттауды деген сөз. Ол 20% 100-ге қосып 120, 120 дегеніміз ондық бөлшектінде 1,2. Енді 0 үтірт жояды да, сонда бұдан шығады бізде 132 деген сан шығады. Сонда бастапқыда 100 теңге еді, кейін 132 теңге болып кетті. Енді қанша процент қымбаттаған білу үшін үлкеннен кішіні азайта саламыз. Сонда бізде 32 деген бізде жауап шығады. Бұл есептен қателеспейсіздер. Дәл осы жолмен шығарсаңыздар.